Көрші жеңгем. Өзім қалада тұрамын. Көрші келіншек бар, есімі Гүлназ. Ол менен 4-5 жас үлкен болған соң оны жеңге дейтін едім. Бір баласы бар, өзі 3 жыл бұрын ажырасып кеткен. Түр әлпеті келіскен, тұрақты жұмысы бар. Общем жағдайы жақсы, әр еркекпен қиқың-сиқыңы жоқ келіншек. Өзі қайным деп қоймайды. Бір күні сені күні, дворда тұрсам, жаныма келіп қалайсың деп сәлемдесіп көмек сұрады. Сұрағаны үйінде кішігірім обстановканы өзгерту керек еді. Сол үшін спальниді көтерсіп жіберші деп, сосын мен келісіп КВ-на барып, спальниді ауыстырдым. Сосын мен жеңгеме әзілдесіп, мына спальниде только аймаласып, рахатқа батып жататын спальни екен деп, сөйтсем ол жымиды да шіркін еркек болса ғой жеңгеңді рахатқа бөлейтін десе бола ма. Содан ары қарай әңгімелесіп кейіннен жұмыстары біткен соң, егер көмегің керек болса айтыңыз, дайынмын дедім. Сосын ол кешке үйге кел пивалатайық, сенбі ғой деді. Сосын мен келісіп кешке үйіне жетпей қалмасын деп пивоны көбірек етіп апарып, мұздатқышқа салып қойдық. Жеңгем әдемі әрі жеңіл киініпті, үстінде екі анары анық көрінетін, ұзындығы тізеден жоғары белдің жіңішкелігін көрсетіп тұратын әдемі көйлек киіп, жағымды иіс су сеуітті. Содан әңгімелесе келе, арамыз ашылып, болей ересектердің әңгімесін айта бастадық. Сосын ол менен, қыздармен қаншалықты көп боласың, бір болғанда қанша палка тастайсың деді. Сосын мен оған, көп бола бермеймін, тек өзім ұнатқан қыздар болмаса, бірақ бір болғанда кемі 3-4-тен қайтамын, ең ұзағы 7 болған дедім. Сонда ол 7-ге шаман келе ме деді. Сол уақытта сіз соңғы рет қашан болдыңыз деп едім, ол айтсам сенбейсің деді. Еркекпен болмағаныма 3 жыл уақыт болды, осы уақытқа дейін еш ойламайтын едім, тек жұмыс деп, бірақ өткен жолы бір оқиға ойымнан шықпай, содан кейін ұятсыз кинолар көріп жүрмін, сол ой мені қатты мазалап жүр, соңғы уақытта қатты қозып жүрмін деді. Мен ол қандай оқиға деп едім, айтуға ұялам деді. Сосымен қоймаған соң ол, есіңде ме өткен аптада сенің үйіне жұмыс бойынша бір зат сұрауға барған едім ғой деді. Мен дедім. Содан, сол кезде есікті ұрсам, ашпаған соң, естімей қалған шығар деп үйге кірдім. Содан душта дыбыс шыққан соң ол жаққа қарай бардым. Сол уақытта сен душта шомылып жатыр екенсің деді. Содан сенің ана жағыңа көзім түсіп шок болдым деді. Мен неге деп едім, Гүлназ, қалай неге, мен өмірімде ондай үлкен көрмегенмін деді. Содан сол оқиғадан соң үйге келіп жатсам сені ойлай берем, сенің анауыңды деді. Содан порно көріп қатты қозып, өзімді қолыммен қандырғым келді, бірақ шын болғандай болмайды екен деді. Сол уақытта мен, сізге шынымен мен ұнап қалдым ба деп едім. Ол, иә деді. Бүгін типа үй жинаймын деп сені сол үшін көмекке шақырдым деді. Сосы жеңгемнің көзіне қарасам, жанып тұр, ал екі анары тырысып кетіпті. Мен байқамағандай болып, жеңге қандай позалар ұнайды, өзіңіз неше рет, бір болғанда қанша рет болғыңыз келет дедім. Сол кезде ол, соңғы уақыттармен күніге болғым келеді, егер еркектің қауқары жетсе таңға дейін бергім келеді. Тек мені рахаттандыра білде болды, ал позалардың ішінен ең қатты ұнайтыны еркектің сайманы до конца кіретін позалар ұнайды деді. Сол уақытта мен, егер еркек сізді қандырса ол үшін не істеуге дайынсыз деп едім. Ол, егер еркек мені қандырса, мен оны күн аузыма алар едім, неге алмасқа? Егер сол сайман мені ұмытылмас рахатқа бөлесе, мен оған рахмет айта отырып қайта алар едім, тек мені қандырса деді. Содан мен, сайманның размері маңызды ма деп едім. Ол, жоқ, бірақ кішкентай 10-12 сым болмайды, қандыра алмайды, ал 18-20 сым сличком үлкен, кірген сайын ауырады деді. Сол уақытта ол менен, сенікі қандай деп сұрады. Сол уақытта, ой жеңге менікі сізге болмайды екен, менікі как раз 19-21 сым шамасында дедім. Сол уақытта ол аузы ашылып уау деді. Сол уақытта мұздатқыштан пиво әкелейін деп кетіп бара жатыр едім. Ол бірден мені құшақтап, қайным, жаным сол менің көріп тұрсын ғой жеңгеңнің екі анары тырысып, сені қатты қалап тұрғанын, лучше мені мұздатшы жаным, қайным менің, ана жағым қатты суланып кетті, егер сені мені бүгін рахатқа бөлемесен. Мен шыдай алмаймын деді. Сол түні екеуміз таңертеңгі 9-ға дейін шаруамызды іске асырып жаттық.
Мен бір үйін бітіргенде жеңгем екі үйін бітіріп сиіп жіберді. Бір-бірімізге минетте көңілде жасап керемет ләззат сыйладық. Біз әлі күнге дейін қосылып турамыз. Ол тұрмысқа енді шықпаймын дейді. Сен келіп тұрсаң болды, соның өзі жетерлік деп. Жақында ғана маған тосын сый жасап ол артқы тесігін берді. Мен түсінбей қалдым. Үстіне секірейінші деп мені жатқызды да мен мүшемді артына салды. Содан бері де алды арты аузы барлық серіне мүшемді саламын. Жалпы үлкен пеште от қатты лаулайды демекші, ол да опытная.